Қайырлы күн достар, іскер азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен өз каналымда сіздерге жұмыссыз ретінде еңбек KZ сайт арқылы қалай тіркелуге болатынын көрсететін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қойыңыз. Алдағы уақытта одан да жақсы видеолар болады. Және сондай-ақ менің YouTube каналымда қайтарымсыз грант, Каспи, YouTube жайлы біршама жақсы видеолар бар. Егер сіздерге қайтарымсыз грант бойынша толық сопровождение қажет болса, жоғарыда менің әлеуметтік желілерім көрсетілген. Осы жерде WhatsApp батырмасын басып жекеге шықсаңыздар болады. Сондай-ақ менде Каспи мен YouTube пен бизнес жасаудың курстары бар, дайын видеолар дайындап қойғанмын. Егер курс қажет болса, міндетті түрде WhatsApp-қа хабарлассаңыздар болады. Ендеше біз бүгінгі видеомызды бастаймыз. Ол үшін Google-дың поисковигіне еңбек KZ деп жазамыз. Бірінші осы сілтеменің үстінен басамыз. Міне осындай бет ашылады. Міндетті түрде қазақ тіліне аударып алыңыз. Сондай-ақ осы жерде кіру деген батырманы басамыз. Міне сізде осындай бет ашылады. Осы жерге назар аударыңыз. Email арқылы және ұялы телефон арқылы кіруге болады. Бұған сіз бірінші рет кіріп тұрған болсаңыз, ең алдымен сізге тіркелу қажет болады. Есептік жазбаны жоқ па тіркеліңіз деген батырма тұр мына жерде. Тіркелу деген батырманы бас. Сізде осындай бет ашылады. Осы жерге сіз кімсіз деген жерге жұмыс іздеуші деп батырманы басуыңыз қажет болады. Сондай-ақ осы жерге email арқылы немесе ұялы телефон арқылы тіркелуге болады. Электронды поштаңызды жазып, осы жерге электронды поштаңызға құпия сөз келеді. Сол құпия сөзді осы жерге енгізуіңіз қажет болады. Сондай-ақ осы жерде құпия сөз жаңадан орнатасыз және мен келісемін тіркелу деген батырманы басасыз. Ұялы телефонмен тіркелу үшін де дәл осындай ретпен телефон номеріңізді жазасыз. Сондай-ақ астында номеріңізге SMS код келеді. Сол SMS кодты енгізіп, өзіңіздің құпия сөзіңізді енгізіп, мен осы шарттармен келісем деген батырманы басып, тіркелу деген жазбаны басуыңыз қажет болады. Ал енді егер сіз өзіңіз тіркелгіңіз келмесе, EGOV арқылы төмендегі әлеуметтік желілер арқылы да кіруге болады. Мысалы үшін осы жерде EGOV арқылы қалай кіруге болатынын көрсетейін сіздерге. Электронды цифрлы қолтаңба дегенді басуымыз қажет. Сертификатты таңдаймыз. Өзіміздің сертификатымыз орналасқан папканы көрсететін боламыз. Міндетті түрде паролімізді енгіземіз. Ашу батырмасын басып, подписать. Мен осы жерге кіргеннен кейін өзіңіздің аваңыздың менің кабинетім деген кіресіз. Осы жерде мені мемлекеттік қызметтер деген үстінен басатын болсаңыз, жұмыс іздеп жүрген адам мен жұмыссыз ретінде тіркелу деген батырманы басуыңыз қажет болады. Сіздерде осындай бет ашылады. Біз бірінші рет кірген кезде сіз жұмыс іздеуші ретінде кіресіз. Және осы анкетаның барлығын толтырғаннан кейін сіз жұмыс іздеп жүрген адам ретінде тіркелесіз. Одан кейін 3 күннен кейін сіз жұмыссыз ретінде тіркелетін боласыз. Сондай-ақ егер сіз әлеуметтік төлемдер төлеп жұмыссыз болатын болсаңыз, осы жерде әлеуметтік төлемдер арқылы жұмысын айырылған бойынша төлемақы алуыңызға болады. Және мемлекеттік шаралар дегенге РЦП арқылы қол қоюыңыз қажет болады. Енді біз сіздермен жұмыс іздеуші ретінде тіркелу үшін осы жерге жеке бас деректерді жинақтау мен өңдеуге келісемін деген жерге галочка қойып, өтінімді қосу деген батырманы басамыз. Осы жерде электронды цифрлы қолтаңба арқылы қол қоятын боламыз. Бұл жерде біз аутеспен кірген болсақ, енді біз эрсамен қол қоятын боламыз. Открыть деген батырманы басамыз және өзіміздің сөзімізді енгізетін боламыз. Окей деген батырманы басамыз. Сіздерде осындай бет ашылады. Міне осы бетте сізде жұмыс іздеуші туралы ақпараттар көрсетіледі. Міне олар өзі толтырып тұрған болады. Біз одан кейінгілерін толтыратын боламыз. Осы бетте жұмыспен қамту туралы деректерді көрсетуіңіз қажет болады. Яғни жұмыссыз қалған күніңіз, ең соңғы жұмыс жасаған кезіңізді енгізетін боласыз. Одан кейін жұмыстан не үшін шыққаныңыз туралы көрсетуіңіз қажет болады. Біздің жағдайымызда денсаулық жағдайына байланысты. Жай-күйі 1 жыл немесе одан да көп мерзім ішінде негізгі жұмыс орнына тұрақты түрде орналасу үшін сізге не үшін қажет жұмысқа орналасу деген сияқты. Және жұмыспен қамту орталығы туралы сіз өзіңіздің тұрғылықты мекенжайыңыз бойынша жұмыспен қамту орталығы көрсетіледі. Азаматтығы Қазақстан, Алматы облысы Қарасай ауданы, мына жерден таңдау деген батырманы басып өзгертсеңіздер болады. Және осы жерде осы беттер электронды поштаны көрсету міндетті емес. Қызыл жұлдызшамен көрсетілген жерлерді міндетті түрде көрсетуіміз қажет болады. Лауазым мен жалақысы, яғни қандай жұмысқа орналасқыңыз келеді көрсетуіңіз қажет болады. Білім беру және тәрбиелеу біздің жағдайымызда, музыка мұғалімі және ең төменгі жалақы сізде қанша болғанын қалайсыз? Тәртібі толық па әлде жартылай ма, осы жерде
өзіңіз таңдасаңыз болады. Толық жұмыс күні және қандай уақытша қашықтықтан деген сияқты бізде тұрақ. Басқа қалған немесе ауданға көшу ойыңызда бар болса белгілеуіңіз қажет болады. Біздің жағдайымызда жоқ. Мына жерде жұмыс тәжірибесі туралы, егер сіздің осы жұмыс тәжірибеңіз болатын болса, осы жерлерді міндетті түрде толтырып шықсаңыздар болады. Оқып танысып, біздің жағдайымызда бұл қажет емес. Сосын сіз өзіңіздің біліміңіз туралы көрсетесіз. Мына жерде жоғарғы жалпы орта білімнен кейін колледжде болатын болса, орта білімнен кейін дейсіз дағы мына колледж деген батырманы басасыз. Одан кейін өзі мына жерде сіздің оқыған жерлеріңіз шығып тұрады, данныйларыңыз. Кейін мына төменгі жақта кәсіби дағдылар деп тұрады. Осы жерде бірнеше дағдыны көрсету қажет. Мысалы үшін сізге ұсынылатын дағдылар мына жерде плюс батырмасын басып жоғарыға қоссаңыздар болады. Кейін мына жерде жеке қасиеттері деген жерге осының үстінен басатын болсаңыз өзі шығып тұрады. Міне осылардың барлығы. Егер сертификатыңызды көрсеткіңіз келсе, осыны көрсетсеңіз болады. Жеке сертификаттарды қосқыңыз келсе, қосу деген батырманы басып қоссаңыздар болады. Олардың барлығын толтырып болғаннан кейін сақтау деген батырманы басамыз. Міне осы жерден өзіңіз толтырған анкетаны көріп шықсаңыздар болады. Толық ЖЖА ретінде тіркелу деген батырманы басуымыз қажет болады. Электронды цифрлы қолтаңбамен РСА-мен қол қоятын боламыз. Өзіміздің құпия сөзімізді енгіземіз. Окей деген батырманы басамыз. Міне біз сіздермен назар аударыңыз. 3 жұмыс күнінен кейін тіркелген күн есептелгенде сіз жұмыссыз ретінде тіркелесіз. Қабылдау деген батырманы басамыз. Яғни міне жұмыс іздеп жүрген адам ретінде біз тіркелдік. 3 күннен кейін біз сізді жұмыссыз іздеп жүрген адам ретінде шығарып, жұмыссыз ретінде тіркейтін болады. Міне осылай жұмыспен қамту еңбек KZ сайты арқылы жұмыссыз ретінде тіркелулеріңізге болады. Алдағы уақытта мен сіздерге жаңадан диплом алушылар қалай жұмыс істейді және зейнет жасына жақындаған адамдар қалай жұмыс іздеу керек екендігін көрсететін боламын. Ол үшін міндетті түрде YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып, жаңадан шыққан видеоларды ең алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Міндетті түрде қоңырауша батырмасын басып, каналға тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта бұдан да жақсы видеоларды ұсынатын боламын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.